Ассаламу алейкум достар. Бүгін Казобзорда Toyota Land Cruiser Prado 150 автокөлігі. Көліктің алдыңғы бөлігі туралы айтар болсақ, бірден көзге хромдалған радиатордың торы түседі. Жақында және алыста көрсететін фаралары LED жарықтармен жабдықталған. Габариттері туралы айтатын болсақ, көліктің ұзындығы 4,84 см, ені 1,89 см, ал биіктігі 1,90 см екен. Көлік биік болғандықтан арнайы баспалдақ орнатылған екі жағынан. Көліктің үстінде жүк арту ыңғайлырақ болу үшін арнайы рейлингтар да орнатылған. Тағы бір ерекше функция ол Follow Me Home функциясы. Қараңғы жерге көлікті қойған соң, авто режимде тұрған жарықтары сіз үйіңізге жетіп алғанша жолыңызды жарық қылып тұрады. Көліктің артқы бөлігінің сәнін келтіретін спойлер екені сөзсіз. Сонымен қоса, алдыңғы терезенің жылытқыштары қыс мезгілінде үлкен көмек болады. Көліктің қозғалтқышына келетін болсақ, бұнда 2,7 көлемді қозғалтқыш орнатылған. Ол 166 аттың күшін береді. Қозғалтқыш бензинді болғандықтан орта есеппен 11,7 литр бензинді 100 км-ге қажет етеді. Оның багының көлемі 87 литр, және де 0-ден 100-ге 13,9 секундта жылдамдықты арттырады екен, және де оның максималды жылдамдығы 160 км/сағатты құрайды. Ал енді көліктің салонына өтетін болсақ, көріп тұрғанымыздай, көліктің барлық алдыңғы және артқы терезелерінің барлығы автоматтандырылған. Сонымен қоса, шеткі терезелері де толығымен электронды түрде басқаруға болады. Бұнда мультируль орнатылған, яғни ол арқылы өлеңді дауысын көтеруге, түсіруге, ауыстыруға, немесе телефон звондап жатса алуға, немесе өшіруге болады. Сонымен қатар бұнда 9 динамика, 8 дюймді мультимедиялық экран орнатылған. Бұл көлікті сонымен қатар қауіпсіздігі бойынша жоғары санаттағы көліктердің қатарына қосуға болады, себебі бұнда 7 қауіпсіздік подушкасы бар екен. Көлікте жарық индикаторы бар, яғни көлік авто режимінде тұрғанда ол қараңғы немесе жарық екенін біліп, қараңғы кезде фараларын жағады. Бұл көліктің толық комплектацияларында жарық индикаторымен қоса жаңбыр индикаторы да бар, яғни ол жаңбыр жауған кезде көліктің дворниктері автоматты түрде қосылып жұмыс жасай, терезені тазалай бастайды. Көліктің артқы бөлігіне өтетін болсақ, көліктің артында 3 адам қысылыспай отыратындай орын бар. Сонымен қатар бұнда 2 зоналық климат контроль орналасқан, яғни алдыңғы қатары мен артқы қатары өздерінің қалағаны бойынша салқындатуына немесе жылытуына болады. Ал енді көліктің жүк салатын бөлігіне қарай өтетін болсақ, жүк салатын бөліктің есігі жоғары қарай емес, жанға қарай ашылады. Бұл жаңадан шығып жатқан 2020 жылғы көліктерге бір минус ретінде есептейтін болсам, себебі 2020 жылғы көп көліктерде
есігі жоғары қарай автоматты түрде ашылып, автоматты түрде жабылады. Ал былайынша көлікте жүк салатын өте көп орын бар. Сонымен қатар бұнда 220 вольттық розетка бар. Бұдан толығырақ комплектацияларда осы көліктерде тағы да қосымша 2 орындық жүк салатын бөлікте орналасқан. Осымен біздің Toyota Land Cruiser Prado 150 автокөлігіне қысқаша видео обзорымыз аяғына жетті. Лайк басып комментарий жазуды, сонымен қатар подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.